Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте ерекше дәмі ет татыған оливье салатын жасайтын боламыз. Егер де менің рецепттерім сіздерге ұнап жатса, каналға тіркеліп, лайк басып, коммент жазып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Достар, менің оливьемнің ерекшелігі осы: әрбір қазақтың үйінде ет қайнатамыз. Ет қайнатқан сорпаға сәбіз бен картопты салып бірге қайнатам. Әрі осы еттен ет бөліп алам. Картоп пен сәбізге еттің дәмі әдемі болып сіңеді. Сондықтан да оливье емес, ет жегендей болады деп атап отқаным сондықтан. Піскеннен кейін сүзіп алып, турайтын боламыз. Оливье жасау үшін маған қайнаған картоп, қайнаған 2 сәбіз, картоптың 7-8 ет керек, қайнаған 6 жұмыртқа керек, қайнаған майонез керек, соленый огурцы керек, менде бандуэль, и зеленый горох керек, тоже бандуэль менде. Барлығын осындай кубиктеп турап алам. Етімді, сәбізімді, картопты, соленый огурцты, жұмыртқаны. Енді оның бәрін бір ысқа салып, горох пен майонезімізді қосып араластыратын боламыз. Енді горохымызды саламыз. Мен бір банкінің бәрін сала салам. Өйткені горох молдау болса дәмді болады. Шамал тұз себем. Майонез салам. Араластырып, сонымен салатымыз дайын болады. Өте дәмді салат болады. Өйткені картоп пен сәбіз етте қайнаған бірге. Достар, міне салатымыз дайын болды. Өте дәмді салат. Әрі көп уақыт алмайды. Етпен бірге қайнаған етті, картоп, сәбізді алып турай салып, жұмыртқа қайнатсаңыз болды. Араластырып дайын салат болады.